Бұл видеода сіздерге Windows 10, Windows 11-дегі көп қолданылатын командаларын көрсетемін. Ол үшін пускке барасыздар да, оң жағын, мышканың оң жағын басып, выполнитті басасыздар. Немесе Windows R-ді бассаңыздар, выполнить команда шығады. Ең бірінші біздің қарастыратын командаларымыз, олар браузерге қатысты. Ең бірінші команда бұл Chrome-да ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар. Сол жерге Chrome деп жазасыздар. Бұл Google Chrome браузерін ашады. Келесі команда бұл Firefox браузерін ашады. Ол үшін выполнитті басасыздар да Firefox деп жазасыздар. Сол кезде сіздерге Firefox браузері ашылады. Келесі команда бұл Opera браузерін ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар да Opera деп жазасыздар. Opera браузерін ашады. Келесі командалар бұл системада орнатылған бағдарламаларды ашады, утилиталарды. Ең бірінші біздің команда бұл блокнотты ашады. Блокнотты ашу үшін выполнитті ашасыздар да Notepad деп жазасыздар. Сол кезде сіздерге блокнот ашылады. Келесі команда бұл калькуляторды ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар. Calc деп жазасыздар. Сол кезде сіздерге калькулятор ашылады. Келесі команда бұл офистік программаларды ашады. Ең бірінші біздің қарастыратын команда бұл Microsoft Word бағдарламасын ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар да Word деп жазасыздар. Windows Word OK деп басасыздар, Word ашылады. Келесі команда Excel-ді ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар. Excel деп жазасыздар. Сол кезде Excel бағдарламасын ашады. Келесі командалар бұлар дисктер мен папкаларға байланысты. Ең бірінші команда бұл біздегі ағымдағы қолданушының папкаларын ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар, Windows R-ді басасыздар. Команда точкадан тұрады. Точканы басасыздар. Сіздің барлық папкаларыңыз ашылады. Загрузки, рабочий стол, документы барлығы ашылады. Келесі команда бұл барлық қолданушылардың папкаларын ашады. Ол үшін тура бағанағы командаға ұқсайды, бірақтан екі рет точканы басасыз. Сол кезде барлық қолданушылардың папкаларын ашады. Келесі команда бұл проводниктегі папкалардың параметрін настройка жасауға көмектеседі. Ол үшін выполнитті басасыздар. Control Folders. Бұл сіздерге жаңағы параметрі проводниканы ашады. Видке кіріп, скрытый немесе тағы да басқа настройкаларды жасасаңыз болады. Келесі команда бұл загрузка папкасын ашады. Выполнитті ашасыз. Download істесеңіз, бұл загрузка папкасын ашады. Келесі біздің команда ол документтерді ашады. Ол үшін выполнитті ашасыз. Документті басасыздар. Сол кезде документтер ашылады. Келесі команда бұл өте көп қолданылатын команда. Панель управлениені ашады. Ол үшін Windows R-ді басасыздар да Control дейсіздер. Бізге панель управлениені ашады. Келесі команда бұл сіздің компьютеріңізде орнатылған программалардың барлығын спискін ашады. Ол үшін выполнитті ашасыздар да app with .cpl. Осы жерге кіріп, керек жоқ программаларды удалитіңіз болады. Келесі команда бұл өте көп қолданатын команда. Конфигурация система утилитасын ашады. Ол үшін Windows R-ді басасыздар да ms config деп жазасыздар. Конфигурация система ашады. Келесі команда бұл службы Windows-ды ашады. Services MSC деп жазасыздар. Службыды ашады. Бұл жерде керек жоқ службаны остановить немесе запустить десеңіз болады. Келесі біздің команда бұл өте көп қолданатын команда. Командный строканы ашады. Ол үшін CMD деп жазасыздар. CMD командный строканы ашады.
Келесі біздің команда, бұл да өте көп қолданатын команда, бұл regedit реестрді ашады. Келесі біздің команда, бұл диспетчер задачты ашады. Ол үшін выполнить ташастар да task mgr окей, диспетчер задачты ашады. Біздің екі команда, бұл компьютерді өшіреді және перезагрузкаға жасауға көмектеседі. Ол үшін выполнить ташастар shutdown пробел /s бұл компьютерді өшіреді. Келесі команда тура осындай, бірақтан s-тің орнына r-ды жазасыздар. Сол кезде сіздерге рестарт жасайды, то есть перезагрузка. Қазір атменен басылайын. Келесі команда, бұл өте пайдалы команда, операционный системаның версиясын көрсетеді. Ол үшін Windows R-ді басасыздар да WinVer деп жазасыздар. Windows version деген сияқты. Окейді басасыздар. Компьютердің версиясын көрсетеді, операционный системаны көрсетеді, қандай орнатылған екен. Келесі команда, бұл сетевые подключения ашады. Ол үшін выполнить ташастарда ncpa.cpl бұл бізге сетевые подключения ашады. Келесі команда, ең соңғысы, бұл система туралы мәліметті көрсетеді. Ол үшін выполнить басасыздар ms info 32. Окей. Бұл жерде сіздің компьютерлеріңіз туралы барлық мәлімет көрсетіледі. Компьютердің моделі, тип, жаңа қандай процессор орнатылған, қандай BIOS орнатылған деген сияқты.